Екібастұзда 40 дарынды оқушы қала әкімінің атаулы сыйлығына ие болды. Самғау балалар шығармашылығы орталығында республикалық олимпиадалар, ғылыми жобалар мен шығармашылық байқаулардың жеңімпаздары мен жүлдегерлерін марапаттаған дарындыға дархан жол атты салтанатты рәсімі өтті. Екібастұз қаласының әкімі Аян Бейсекиннің атынан 50 мың теңге көлеміндегі атаулы сыйақыны қала әкімінің орынбасары Бибігүл Иманғалиева табыстады. Жетістіктерге толы тағы бір оқу жылы аяқталды. Енді осы мен сенімдімін. Осы жазғы демалысты сіздер өте қызықты және тиімді өткізетініне күмәнім жоқ. Расында да біз өте сіздермен мақтан тұтамыз, сіздерге дән ризамыз. Жетістіктерге жетіп, осы біздің Қазақстан елімізге үлкен үлес қосасыздар деп мен үміттенемін. Шара барысында мектептерінің даңқын асырып, биік жетістіктерге жеткен нөмірі 21-ші ресурстық орталық тәрбиеленушісі Роман Ефимцев, нөмірі 18-ші мектептің 4-ші сынып оқушысы Алихан Әділхан, 36-ші мектеп лицейінің 8-ші сынып оқушысы Мақсат Хумарбек және 25-ші қазақ қыздар гимназиясының 10-ші сынып оқушысы Аяна Амангелдинова жыл оқушысы атағына ие болды. Мен облыстық пәндік олимпиадада 2-ші орын алып, республикалық пәндік олимпиадасына барып келдім. Сонымен қатар Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева атындағы облыстық олимпиадада 1-ші орын жүлдегері аттанып, республикалық Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева атындағы олимпиадасының құрмет грамотасына ие болдым. Бұл менің жыл бойғы жетістіктерім болып табылады. Осыған байланысты мен қала бойынша жыл оқушысы ретінде аттандым. Өткен жыл мағжан оқуларының, республикалық мағжан оқуларының 2-ші орын дәрежелі дипломым бар. Биылғы Көкшетау қаласында Ақан сері атамыздың атындағы конкурста 2-ші орын иеленгенім бар. Және 2024 жылы Семей қаласында өткен Жәнібек Кәрменов атамыздың атындағы конкурста бас жүлде алған. Бүгінгі шараға мұғалімдерімнің арқасында жетіп отырмын. Жыл сайын өтетін салтанатты шара дарынды оқушыларды қолдауды, олардың көшбасшылық қабілетін шыңдауды көздейді. Осылайша жиында жүлдегерлердің жетістіктері сараланып, есімдері аталды. Мен биыл көптеген жетістіктерге жеттім, көптеген нәтиже көрсеттім. Қалалық оқуларға, облыстық, республикалық оқуларға қатыстым. Соның бірі Махамбет оқуларында республикалық 2-ші орын алдым. Және де көптеген кітап баспасынан шықтым. Біріншіден ерекше жетістігіміз жаңағы республикалық Махамбет оқуларына барған болатынбыз. 14 облыстың ішінде 2-ші орынға иелендік. Оқушыма әрқашан сәттілік тілеймін, жолы болсын.